Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабат олған қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастаймыз. Желіде жедел хабар. Атырауда 2 айда жол апатынан 20 адам көз жұмған. Атырау облысында соңғы 2 айда 4 жол апатынан 20 адам мерт болған деп хабарлайды Бақ.кз. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, жеңіл және ауыр жүк көліктер ағынының артуымен жол апаты көбейген. Атырау облысында республикалық жолдарда соңғы 2 айда 4 ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Жол апатынан 20 адам қаза тапты. Жол көлік оқиғаларының басты себебі жүргізушілердің жол жүру ережесін сақтамауы, қарсы бағытқа шығу, жылдамдықты асыру. Сол себептен жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін патрульдік нарядтар шығарылды. Алайда жолдың патрульдік полиция нарядтары кездеспейтін тұсында көлік апаты жиі тіркеліп отыр, деді ведомствоның баспасөз қызметі. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.